Акча жыйнап өнүмдөө, картамен төлөм, бул тууралуу ким айтат, алдануудан ким сактай? Акча тууралуу ол айтат, болса балаңыз рапшыл. Финбатыр каржы әлемінің кахарманы. Кибер қауіпсіздік, қауіпті сілтемелер және қолданбалар. Кейде мектептегі үй тапсырмасын орындау үшін интернеттен ақпарат іздейміз. Себебі онда қаншама пайдалы ақпараттар тауып алуға болады. Вау, қандай күшті, керемет, роликті мұз тепкіш. Оған қоса су тегін, жолым болған-ай. Көріп отырғанымдай, біреу өзіне бұрыннан алғысы келген екен. Бірақ бұл сендерге күдікті болып көрінбейді ме? Бәлкім үлкендерден сұраған жөн болар. Ой, біз мынағаны білеміз. Одан жақсылық күтудің керегі де жоқ. Біз не істеп қойдық? Бізге дереу түрде көмек керек. Акча жыйнап өнүмдөө, картамен төлөм, бул тууралуу ким айтат, алдануудан ким сактай? Финбатыр балаларға ерекше қаһармандықпен көз тастап, артық сөзсіз бірден түсіндіреді. Сөйтіп, Финбатыр балаларға анық түсіндіре бастады. Қарапайым адамдардың жеке деректерін алу үшін алаяқтар күн сайын интернетте жаңа тәсілдер ойлап табады. Ал мұның барлығы бір ғана мақсатпен халықты алдап, ақша жасау үшін жасалады. Ол кибер қауіпсіздікті арттыру үшін антивирусты жүктеп алып, компьютерді үнемі тексеріп тұру керек. Сондай-ақ, егер сен алданып қалған болсаң, полицияға хабарлас. Өйткені компьютерде сенің жеке мәліметтеріңнен басқа анаң мен әкеңнің банктік карталарының деректері болуы мүмкін. Ал балалар Финбатырға алғысын айтты. Мұндай қатені енді ешқашан жасамайтынын түсінді. Себебі балалар енді киберқауіпсіздіктің не екенін біледі. Олар ата-аналарынан компьютерлеріне антивирус жүктеуді сұрау үшін жүгіре жөнелді. Сендер енді не істеу керектігін білесіңдер. Киберқауіпсіздік бұл компьютерлерді, желілерді, бағдарламалық қосымшаларды және деректерді ықтимал қауіптерден қорғау. Компьютерге вирус жұқтыру үшін кейде күдікті сілтеме бойынша өту жеткілікті. Антивирус қаржыны қорғауда таптырмас көмекші болып табылады. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл тағы да мен, сендердің достарың Финбатыр. Менің кеңестерімді қаншалықты естеріңде сақтағандарыңды тексерейік. Ойланып, жауап беріңдер. Біз өзімізге жат, немесе күдікті сілтемелерге өте аламыз ба? Әрине жоқ. Тіпті бізге мыңдаған сыйлықтарды беруге уәде етсе де. Қалқымалы баннердегі жүктеп алу түймесін басу қауіпсіз бе? Жоқ. Бұлай тек компьютеріңізге қауіпті вирус кіргізіп аласыз. Бейтаныс веб-сайтқа банк картасының деректемелерін енгізуге бола ма? Әй, жарадыңдар балалар. Менің кеңестерімді ұмытпаңдар. Сонда компьютерлерің қауіпсіздікте болады. Акча жыйнап өнүмдөө, картамен төлөм, бул тууралуу ким айтат, алдануудан ким сактай? Акча тууралуу ол айтат, болса балаңыз рапшыл. Финбатыр қаржы әлемінің қаһарманы.